Сәлем достар, бүгін экстренный выпуск, яғни кеше ғана шыққан смартфонға шолу Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Мұқият тыңдаңыздар, әр бөлшегін бұрынғыдан асырып жасаған. Менің атым Бақтияр, бұл кастиях шолу, ал біз бастаймыз. Екі қолмен жұмыс істеуге арналған, өйткені астында S Pen деген қалам бар. Жалпы үш түсті болады, қола, бұрын Samsung'та болмаған түс, матовый, арты жағынан қарасаңыз өте әдемі, қара және ақ болады. Сырты Gorilla Glass 7. Қазір уақыттағы ең мықты шыны. 1,8 метрден қалса сынбайды. Және ең қызығы, сол ең мықты шынының үстіне қорғаныш пленка салынған. Бәріміз танитын Wylsacom YouTube каналында бұл смартфон бетін сызды. Galaxy Note 20 Ultra. Лақтырды. Давай. Неше түрлі заттармен сызды. Ну, конечно, вообще по барабану абсолютно. Вообще по барабану. О. За счет того, что стекло обработано, чтобы было матовым, здесь совсем другое. Ощущаете, да? Даже милюхи, царапинки нету. Ну как так? Құртуға тырысты, бірақ ештеңесі шықпады. Ол өзінің сол каналдан көрсеңіз болады. Саусақ сенсоры ультра дыбыспен жасалған, өте жылдам. Бірақ қайталаймын, бір қолмен ашу қиын болады. Экран жаңарту жиілігі 120 Гц. Комфорт іздейтін адамдарға өте ыңғайлы зат. Беті, яғни жарығы 25%-ке жаңартылған. Ал динамикпен музыка тыңдасаңыз, өте жақсы, өте қатты шығады дауысы. Жоғар жағында екі сим карта салатын слот, оң жағында қарасаңыз дауыс батырмалары, төмен жағында басты батырма, асты жағында S Pen деген қаламы, өзінің динамик, Type-C қуаттағыш және микрофон. Селфи камерасы нүкте тәріздес, өте кішкентай және әзер көрінетін. Арт жағында 3 камерасы бар. 3 камерада деген өте үлкен жасалған. Мысалы, басқа смартфонмен салыстырсаңыз, бұрын Samsung'та бұндай болмаған камералар. Динамика өте жақсы, Dolby Atmos. Өте қатты шығады дауысы. Енді ішкі құрылысын көрейік. Кім айтқан Note 10-нан айырмашылық жоқ деп? Мынау 20%-ке тезірек жұмыс істейді. Процессоры Exynos 990. Айтпақшы, Exynos 990 естігенде кейбіреулер ой, жаман, фу деп айтады. Бірақ мен оларды түсінбеймін, өйткені бұл қазіргі уақытта ең мықты процессор. Мысалы, Snapdragon 735 салыстырсаңыз, бұл әлде қайда алдыда жеңеді. Егер Snapdragon 855 пен салыстырсаңыз, бұны да озады. Ал егер Snapdragon 865 пен салыстырсаңыз, бұл кішкене болса да бір 5%-ке ұтылады. Бірақ Note 20 Ultra Snapdragon 865 процессормен де бар. Бірақ ол үшін Америка Құрама Штаттарынан алу керек болады. Жалғастырақ, ішкі жады 128 бен 256 ГБ болады. Оперативті жады 8 немесе 12 ГБ болады. Samsung аямай озу қосып жатыр. Аккумуляторы 4500 мАч. Бір сағатта қуаттағыш 100% қуаттап бере алады. Және мына смартфон басқа смартфондарды қуаттай алады. Өзінің қорабында осындай кішкентай 25 ваттық қуаттағыш адаптер мұнаны бір сағатта қуаттай алады. Ары қарай кеттік. Суға төзімді IP68, суға 1 метр тереңдікте 30 минут шыдай алады, жүзе алады. Ал ең қызығына келдік. 3 дәу камера, бірақ оны кейін салыстырып көрсетемін. Жоқ, селфи камера түскім кеп тұр, селфи камераға түсейін. Ойын ойнаса да жаман емес. Жалпы S Pen'ді мен бірінші рет қолданып отырмын, бірақ қолға ала бастап, өте ыңғайлы екенін түсіндім. Снимаешь, да? Ойнағанда экран өте әдемі.
ойнасаңыздар байқайсыздар, және дауысы да қатты шығады. Дауысы өте қатты. Сосын өзінің батырмасы бар, басып өшіруге болады. Так, түстерін ауыстырсаңыз болады. Мынау өзінің маркері. Жаңағы басып өшіп тастауға болады. Егер бір сөз жазса, бір сөз жазса, осыны белгілеп, мысалы, түзетіп алса болады. Немесе өзгертсеңіз болады. Мынаны алып, текст қылып жазсаңыз болады. Мынау выделить. Мынау тез жазу үшін, мынау жазғандардың бәрін көру үшін, мынау белгілеп алып өзгерту немесе сақтау үшін, мынау жаңағы суреттің өзін фотоға түседі, экранның өзін. Мынау живые сообщения деп тұр. Мысалы, бір сурет алып, соның үстіне жазуға болады. Соны қолданып. Так, арғай. Не бар. Живые сообщения. Зарисовка ол қазіргі фотоны, мысалы, менің фотомды бояп тастауға болады. Сосын мен қалай бұрсам да бірге жүреді. Вот. Егер жұмыс істейтін болсаңыз, мынаны алып былай апарып қойса болады. Былай көтеріп, екі экранда көрсеңіз болады. Мысалы, контакты қарап отқан кезде, мына жерге бір видео басып қойсаңыз болады. Кто ты такой и что тебе надо? Сонымен достар, Samsung Note 20 Ultra. Не ұнады, не ұнамады, комментарийге жазыңдар. Ал мен келесі видеоға дайындала берейін. Сау болыңдар. Бір қолмен қолдану өте қиын, өйткені бас жағына саусағыңыз жетпейді. Мысалы, мына жақта қолданатын болсаңыз, мынаны мүмкін басасыздар. Бірақ негізгі жалпы экран бір қолға өте қиын.